Армысыздар, құрметті менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ашытқысыз бауырсақ дайындайтын боламыз. Видео басталмас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыз. Бізге керегі жұмыртқа, тұз, шекер, айран, сода, күнбағыс майы және ұн. Ең алдымен жұмыртқаға тұз салып араластырып аламыз. Оған шекерімізді қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Оған айранымызды қосып, 1 чайный ложка содамызды салып араластырып аламыз. Оған сұйық майымызды құйып, және араластырамыз. Оған ұнымызды салып, орташа етіп, қамыр илеп аламыз. Бетін жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. Енді дайын қамырымызды алып, жаятын боламыз. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді және тез дайындалады. Қызып тұрған майымызға салып аламыз. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді шығады. Мінекей біздің бауырсағымыз дайын болды. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді шығады. Астарыңыз дәмді болсын.